Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қыста терге қалай күтім жасау керегін айтатын боламын. Ол үшін сіздер каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де сіз қыс мезгілінде теріңіздің бұзылуын қаламасаңыз, суықтан болатын аллергияның алдын алғыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін көріңіз. Суыққа бет пен қолдың терісі тез жарылады. Сондықтан да жылы үйден шығатын кезде міндетті түрде теріге арнайы крем жағып, суыққа қарсы күтімді жасауыңыз керек. Көптеген қыз-келіншектердің сұрағы бойынша қыста терге қалай күтім жасаймыз? Күн шамалы суытқан кезде қан тамырлары кеңейіп, бет қызарады, ал қатты суықта қан тамырлары керісінше тарылып, тері ағарады. Кейбір терілер қызарып, бөртіп аллергияға ұшырайды, ал ерінбей күтім жасасаңыз, теріңіздің саулығы мен сұлулығын сақтап қаласыз. Ең алдымен бет терісін тазалаңыз. Ал егер теріңіз майлы болса, онда құрамында спирті бар тазалағыштарды пайдаланбағаныңыз абзал. Сонымен қатар қалыпты және аралас тері иелеріне бұл тазалағыш құралдарды да ұмытқан жөн. Қыста кез келген тері құрғайды. Сондықтан да күніне 2 рет ылғалдандырушы крем жағыңыз. Ал жатар алдында міндетті түрде бетіңізді сабынмен жуып, ерінбей ылғалдандырушы крем жағыңыз. Жылы душта теріге жақсы әсер етеді. Жуынатын суға аздап эфир майын қоссаңыз, терінің саулығын сақтауға көмегі тіптен керемет болады. Бірақ эфир майын терінің түріне орай дұрыс таңдаңыз. Мәселен, құрғақ теріге күнжіт немесе зәйтүн майын, қалыпты және аралас терілерге жүзім мен авокадо майын қолдансаңыз болады. Көбірек минералды су ішіңіз. Қанша көп сұйықтық қабылдасаңыз, теріңіз өз ылғалдылығын жоғалтпайды. Егер ағзаңызда сұйықтық жеткілікті мөлшерде болса, онда әжім түспейді, әрі теріңіз жаз қалпын ұзақ уақыт бойы сақтап қалады. Қыста бетке күтім жасаудың тағы бір жолы қармен жуу. Шамалдап таза қар алып, майлыққа саласыз, сөйтіп майлықпен бетіңізді бір тегістетіп сүртіп шығасыз. Мұны кешке немесе таңертең жасаған дұрыс. Сонан соң арнайы крем жағып, еш алаңсыз суыққа қарсы жүруге болады. Мұның бет терісін ағартатын да қасиеті бар. Қыста қалай тамақтану керек? Қыста жеген тамақтың да бет терісінің құрғауына әсер ететіні дәлелденген. Майлы тағамдарды көбірек жеңіз, таңертең мүмкіндігінше сары май қосылған ботқа жегеніңіз дұрыс. Сонымен қатар теріңіздің түріне қарай сүттен, шайдан немесе балдан маска жасауға болады. Оны жасау оп-оңай. Жатар алдында бетіңізді тазалап жуып, аталған тағамның біреуін аласыз да бетіңізге сіңдіре отырып жағып шығасыз. Бұл маска бет терісін суықтан сақтайды, әрі құрғауға жол бермейді. Қыс мезгілінде тоңбау үшін, әрі теріні суықтан сақтау үшін зығыр майын көбірек қолданыңыз. Оны салатқа да, тамаққа да, тіпті ботқаға да қосуға болады. Таңертең ашқарынға ұнтақталған бадам немесе грек жаңғағына ірімшікті қосыңыз. Оны сүтке немесе кілегейге араластырып жесеңіз, суықтан болатын кез келген жағымсыз жағдайлардың алдын аласыз. Егер тәбетіңіз тартса, сары май қосуға болады. Бұл суықтың алдын алып, терінің қартаюына жол бермейді. Ал түнде жатар алдында сары май қосылған 1 стакан жылы сүт ішуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар құрамында суы көп жемістерді, атап айтқанда алма, сәбіз, цитрусты жемістерді үзбей жеуге тырысыңыз. Егер де айтқан ақпараттарымыз пайдалы болатын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.